Всем привет! Қазір біз тұсаукесерге кетіп бара жатыр. Қазір келініске стильге дайындаламыз бірге. Мен тез боянып алайын. Сосын киінетін киім бірге киінеміз. Давайте кеттік. Ал бізде келініске лук дайын. Сәлем беріп қояйын. Көптен бері орамал тақпағаннан кейін біртүрлі болып тұр. Үйде тақпай жүремін ғой. Бүгін енді орамал тағатын күн болып тұр. Лукымды бағалап кетіңіздер. Все, біз шықтық. Сізді бір сүй алайық. Өзіне тамыз. Біз кеттік. Солай бүгін улап-шулап семьямызбен бірге тұсаукесер тойына бардық. Мына қыздар жыбыр етіп, ұлым уже естияр болып өсіп қалғанға әйтеуір отыр десең отырады. Мына қызға тыным жоқ қой. Ой, бұл қыз деген барып алып концертінің өнерін бәрін көрсетті. Солай өзіміз улап-шулап, өзіміздің үйімізге жақын қой, жақын жерде тұрады, бір 10 минуттық жерде. Солай бүгін қайнағамның қызының тұсауын кесеуге, бүгін туған күні, сосын бір жас туған күні және де тұсау кеседі. Мына жерде мен кіріп, бәрі үлкен кісілерге сәлем беріп жатырмын. Осы жерде бір арманымды айтып қояйыншы, менде осындай аппақ салондағы үйде хочу десең, енді бұйырса осы жақында кірген ол кісілер осы үйге. Енді үйдің маған оформлениесі болсын, басқа болсын, үйдің фантазиясы маған қатты ұнайды, жақсы, андай күшті да жарық. Осындай менде бұйырса Алла қаласа деп қояйыншы. Бұйырса бізде осындай да болады деген ойдамын. Мына қыз уже бара салып концертін көрсетіп, айқай шығарып, шу шығарып, балалар өзі бір үйге барса бір ойыншық бермеді деп қырылады ғой. Сөйтіп бұл да үйінде кішкентай балалармен қырылып маған ойыншық бермеді деп өнерін көрсетіп жатыр. Бұл үйде қонақтан бұрын бала-шаға көп болды ғой. Барлығы бала-шағасын 3-4-еуін, 4-5-еуін алып келген. Мынау біздің қыз тек аяқ киім болып қалса аузына салып жеудің бір әдеті. Ой, қасқай, мен өзімді қайта көрсете беріппін ғой. Білмеймін, өзіме бүгін қатты тамсанып тұрмын, орамал тағып алып ше. Солай бүгін тұсаукесер салтанатының куәгері болдық. Тұсауын бір әпшеміз кесті. Бұл Айкөркемнің тұсау кесуі және де бір жас туған күні. Молодец, бір жасқа келіп уже жүріп кетіп жатыр. Бізге неге осы жерге қойған кезде домбыра, кітап, ақша кілт қояды ғой. Сол кезде домбыраны алды. Домбыраны алса күйші болады дей ма, не дейді? Білмеймін, енді әйтеуір барынша айтқан білгенімді айтып жатқам ғой. Солай домбыраны алып, бәріміз қолымызды шапалақтап, сырға тақты. Мына жерде сырғаны көрсетіп жатыр. Сырға әкелдім деп. Солай бұйырса деп бүгін бірінші сырғасы сыйға берілді. Солай Айкөркемнің жасы, өмір жасы ұзақ болып, осылай шапқылап жүре берсін деп тұсауын кесті. Және де бұл тойдың қызығы торт қой. Тортқа заказ берген үйіндегі кішкентай балалардың бәрі торт үрлеймін деп. Сонымен не керек? Әлижанға да қой құрсын, бәрі үрлегесін, біздің де бала үрлесін дедік. Сөйтіп мына жерде кіттай шабақтардың бәрі тортты үрледі ғой. Не қызық десеше, мына жерде бір жаста бұл торт түсінбей тұр ғой, не торттың не екенін. Сөйтіп бәрі жабылып торт үрледі. Содан қой құрсын деп балам жырлап, мен торт үрлемедім деп. Содан қайтадан тортты қайтадан жаққызып, құрсын балам үрлесін деп қайтадан тортты үрлеттік Әлижанға. Ол риза болып жүр ғой, менің туған күнім болды деп. Сөйтіп тез тортпен шай іштік та. Сонымен не керек, бала-шаға Алдиярға барам деп сағаттың 10 екеніне қарамай солай достарымыздың үйіне кетіп қалдық.